Раушан. Қожа. Қабылдаймыз ба? Келесі. Әмина. Қожа. Дұрыс па? Қожаны естеу. Келесі. Қожа. Ұсақ бақалар әкелдім. Оның біреуін байқарманың сөмкесіне салып жібердім. Жақсы, ұсақ бағалы қабылданып, 3 ұпайына көтеріп қойды. Менің анам бүк түсіп жатыр екен. Жақсы, мамасы бүк түсіп жатыр екен. 3 ұпайға көтеріп. Жұмысқа. Жұмысқа 2 күн келеді. Бүгін жұмысқа келді. Жақсы, 3 ұпай алдым. Мама. Ана, енді кешірші. Мен енді сабағымды дұрыстап оқимын. Жақсы, қабылдаймын. 3 ұпайға алдым. Жұмыс күндегі дағдысы бойынша тыңдастан түрлі күндерін және бір айналып шықты. Тарихтағы бір тәулікке ұзарды. Осы бір тәуліктің, яғни 24 сағатының ішінде мынау ылғылжыңға куәгар дүниеде кімнің басы не көшіп үлгермеді дейсің? Қанша адам өмірге жаңадан келіп қосылды? Қанша адам оларға орын жасатып, о дүниедегі мәңгілік мекендеріне сапар шекті? Осы бір тәуліктің ішінде қаншама бақытты кеуделер қуанышты оту мазданып жанбады. Қатал тағдыр қаншама басып, жұмыр пендесі қайғысының қара суығында бүрсең кетпеді. Осы соңғы топқа мен де қосыламын. Yes. Мен өзімнің 13 жыл өмірімнің ішіндегі ең бір қатыгез күнді бастан кештім. Тыс қараңғы ауыл үсте тыныштық, ақ иттер ғана әр жерден әуп үріп басылады. Көшенің басынан бір ит шәугет қалса, соңынан оған басқа бір ит үн қосады. Сонан соң 3-ші, 4-ші иттер әупілдесе, ол не боп қалды дегендей ауылдың бүкіл ит улап-шулап кететін сәтте болды. Айзере. Бұның ішінде айбарынан да айғағы көп. Шіңкілдей күшік үндері таңбөгеттердің Маңтөбеттердің қарлыған қалың дауыстары бәрі аралас. Бейберекет үргенді тақымнан үндемей келіп ала түскенді қашан қояр екенсіңдер? Мамам екеуміз мектепке пәтсәлетке келе жатырмыз. Күздің салқын кеші тоңазыда ма жоқ, әлде үрейленуден бе? Іші бауырым қалтырап келеді. Сәбинұр. Мектептің алдында біреу шылым шегіп тұр. Мен оны көкшіл аспан айнасындағы келбетінен анадайдан таныдым. Ахметов Балифе шалбар